Алло әні бір емес екіншінің бағын ашты. Төреш бірден сахнаның төріне шықты. Енді міне Төреғалимен дуэт айтқысы келетіндердің саны күннен күнге көбеюде дейді продюсер әкесі. Төреғалимен ән айтсақ, дуэт жасасақ, бәріміз танымал болып кетеміз. Бірақ оны дәлелдеді. Енді халық айтып жатыр ғой, менің айтқаным емес. Тіпті көптен бері хиті болмай жүрген Еркенің де бағын жаққан Төреғали көрінеді. Ерке 7-8 жыл болған сахнада жүргенде, осы уақытқа дейін Айша бибімен таныдық, біреулер мүлдем таныған жоқпыз деген құлағым естіп, көзім көрді. Өйткені біз халықты араладық. Енді танып жатырмыз Төреғалимен шыққасын. Жаңадан әнші шықты дегендер болды. Төрештің жанында жаңадан шыққан әншіге ұқсап қалған жалғыз Ерке емес. Жақында хитмен бала жерлес әпкесі Оразымбетовамен дуэт жаздырған. Тағы жазамыз деп отыр. Оны біз өткенде Төреғалимен сөйлескенбіз, мүмкін бір ән тағы жазамыз деп. Енді ол қазір қол тимейтін әншілердің қатарында. Енді бір уақыт тауып, Құдай қаласа, енді сөйлесеміз, жазамыз, Құдай қаласа. Біраз ұсыныстар түсіп жатыр. Бәрінің көңілін табу қиын. Төреғали жалғыз, оны да ескеру керек та. Енді Ұлықпан ағамыздың қызымен дуэт жазсын. Еркемен дуэт жазсын. Еркін Нұржановпен, Қайрат Нұртаспен. Қабырғасын халқымның қаусатуға хақың жоқ. Қазақ қызы жаныма сенен артық жақын жоқ. Әдебиетте Айман мен Шолпан қыздай жүреді. Себебі Төреғали бүгінде сұмдық сұранысқа ие дейді әкесі. Айтуынша мұндай танымалдылық кезінде Мейрамбекке ғана тән болатын. Мейрамбек Беспаев шыққан кезде бәрі Мейрамбекпен ән айтқысы келді. Өйткені халыққа репертуар көп болып, қаншама әнді жазғанмен, бірақ сүйіктісіне айналу қиын нәрсе деп ойлаймын. Оны да Алланың берген бағы да. Мейрамбекті осы күнге дейін халық қандай жақсы көреді, қандай сүйеді. Сол сияқты ізінен келе жатқан інісінің біреуі ғой. Төреғали расында Мейрамбек ағасына ұқсайды. Алайда бұл ұқсастық жайлы бірер секундтан соң. Төрәлі мырза баласын Мейрамбекке теңеуде. Бұған қатысты көпшілік не айтар екен? Менің ойымша, Мейрамбек аға мен Төреғали ағаның ортасында ұқсастықтар мүлдем аз. Олардың өлең айту стильдері де екі түрлі. Мейрамбек ағамыз көбінесе жүрекпен сондай мұңлы өлеңдер айтса, Төреғали ағамыз көңілді биге арналған өлеңдер айтады. Ал бірақ Мейрамбек ағаның жетістіктеріне жету үшін Төреғалиға әрі біраз жыл еңбек ету керек деп ойлаймын. Мейрамбек Беспаев мүлдем сұхбат бергісі келмейді, журналистердің қасына жолатқысы келмейді. Бұлайғы бір презентацияларда болмасын, тойды бұлай тұрсын, жеке өмірде болып жатқан жаңалықтарды. Бұлайша бір комментарий алудың өзі қиындап кетті. Енді ол кісінің шаршаған белгісі шығар. Ал Төреғалидікі енді тіптен орынсыз. Өйткені ол кеше ғана шықты, Мейрамбек ағамызбен мүлдем салыстыруға келмейді. Бірақ соның өзінде де қазірден бастап журналистерді көкірегінен итеріп, сұхбат беру, бұлай тұрсын, жалпы бағдарламаға келем деп телефонын өшіріп, келмей қалған сәттерінде әріптестерімнен естіп жатам, бұл енді мүлдем дұрыс емес деп ойлаймын. Қос жұлдыз расында ұқсайды, әсіресе журналистерді сүймейтіндері бірдей-ақ. Мәселен, Беспаев баласының тұсаукесер тойына ешқандай арнаны кіргізбей қойған. Тіпті сұхбат берген әріптестеріне өкпелегенге ұқсайды. Себебі кейбір әріптестері сұхбатымды көрсетпеңіздерші, Мейрамбек ренжіп жатыр деп өтініш білдірді. Олай болса, өтініш айтпағандарын ғана көрсетейік. Әттен дүние 16 миллиондық адам сиятын тойхана жоқ деп қатты қынжыласың. Әйтпегенде бәрі келер еді, бір адам қалмастан. Мейрамбектің мейрамына қандай сыйлықпен келдіңіздер? Ана банчик байлаған машина менікі дейсіз. Нұрлан ағамыз Геленваген сыйлады. Біздікі осы екі ағамды алып келді ойға. Сол мен сыйым. Сол осы мен сыйым болсын. Енді сыйлаған нәрсе айтып добра айтудың керегі жоқ шығар. Енді қазір барлығы беретін нәрсені конвертке салып береміз ғой. Конвертпен сыйлық әкелген Бекжан Тұрыс Мейрамбектің тойы жақсы өтіп жатыр деп мақтады. Той өте жақсы, әдемі, қазақы, нағыз қазақтың тойы деп айтсақ. Жасырын өткен той видеоларын Беспаевтың достары әлдеқашан әлеуметтік желілерге салып, мақтанып үлгерді. Мейрамбек, мақтауға айналайын. Ортаға келсеңіздер тағы да.
Мейрамбектің арқа сүйер достары Сәкен мен Тоқтар балапанды қос қолынан ұстап, Алтынбек көкелеріне жетектеп әкелді. Шәкіртінің атбайларының тұсауын Алтынбек ата әндетіп тұрып кесті. Бұл күні әлеуметтік желілерде Мейрамбектің тойынан өзге тақырып талқыланбады. Суретті сол тойдан, видеода сол тойдан. Сондықтан халқы Беспаевтың тойы жайлы барлығын беске біліп отырды. Ал баласын Мейрамбекке теңеген әке ұлына үлкен үміт артуда. Сұлудың қиялы, телефонда ұялы, әрі кетсе жүрекке төрт ағару сияды. Я, бүгінде оның күлкісі осылай жарқын шығады. Өткені төре жігіт сахнаның төрінде жүрмін деп ойлайды. Сондықтан журналистерге сұхбат беруді де қойған. Бірақ қазір сұхбат бермеймін, болмаса мен олай, мен бұлай деп жұлдыз ауруына ауырып, бір менсінбеушілік ода жоқ. Оны жақсы жақын достары біледі деп ойлайды. Журналистердің арасында да, ақындардың арасында да, әншілердің арасында, жалпы өнерпаздар оның жақын араласатындар кім екенінде. Ондай құдай сақтасын, тәкаппарлық жоқ. Жақсы тәрбие бердім деп сенген әке, ұлым жүрген жерінде қарапайымдылық танытып, ұятқа қалдырмайды деп сенеді. Алайда Саламат тобының концертінен соң Төреғали дәл осылай тілшілерді елемей өте шықты. Неге? Саламаттың концертінде қандай орынсыз оқиға орын алды? Оны келесі сюжеттен біле аласыздар.